Қайырлы күн, құрметті әріптестер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ата-аналармен қалай жұмыс жүргізу жөніндегі кеңестерді сіздерге ұсынатын боламын. Бұл кеңестер әрине менің тәжірибемнен өткен кеңестер деп ойлауларыңызға болады. Көбінесе мектепте ата-ана баласының алған бағасымен келіспей жатады, түсінбеушіліктер болып жатады. Мінекей осындай түсінбеушіліктердің алдын алу үшін мен сіздерге мынандай әдістерді ұсынамын. Бірінші әдіс. Сіз өзіңіз үшін электронды түрде болсын, қағаз жүзінде болсын, дәптер бастаңыз. Яғни оқушылардың үлгерімі жөнінде. Ол жерге тек қана бағаларын ғана қойып қоймай, сол жерге ескерту ретінде ескертуін жазасыз. Сосын қандай жұмыстар жасалды жалпы, сіз қандай жұмыс жасадыңыз, сынып жетекшімен, ата-анасымен, әкімшілікпен деген сияқты. Міне осындай дәптерге осының бәрін жазып отырасыздар. Бұл өзіңізге жақсы. Кез келген уақытта тағы да бір көптен бері өзі жұмыс жасап, баласына көңіл бөлмей кеткен ата-ана болса, бір күні келіп сізден сұрайды. Сіз жаңағы үлгерім дәптерін көрсету арқылы барлық нәтижені, оқушының нәтижесін көрсете аласыз. Өзіңізге де жақсы, ата-анаға да жақсы болады. Мінекей, бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс ол үнемі ата-анамен байланыста болу. Яғни, егер жаңағы баладан сіздің пәніңізге деген қызығушылықты байқадыңыз ба, мүмкін ол оқушы болашақта мамандығын сіздің пәніңізбен байланыстыратын шығар. Сол туралы ойлап деген сияқты, бұл мен сіздерге мысал ретінде айтып жатырмын. Сол жөнінде сөйлесіп хабарласуыңызға болады, немесе сіздің көңіліңізден өтетін керемет бір жоба жасап келді, немесе керемет үй тапсырмасын орындап келді. Бұрынғыға қарағанда мінекей осы жетістіктермен бөлісу мақсатында хабарласуыңызға болады. Міндетті түрде звондап емес, жазып, WhatsApp-тан жазып, әртүрлі әлеуметтік жүйелерді қолдану арқылы. Сынып жетекшіге айтқан ол бір басқа, ал ата-анасымен сөйлескен бір басқа. Ата-анасымен сөйлесу арқылы, хабарласу арқылы сіз сол оқушы туралы көптеген мағлұматтарды біліп аласыз. Және тағы да кез келген әртүрлі әдістер бар. Мен осы нақты екі әдіске тоқталғым келіп тұр. Бұл әдістер сіздерге не береді? Кез келген уақытта өзіңізді тығырықтан алып шығуға көмегін тигізеді. Екіншіден, әртүрлі есептер бар бізде. Сол есептерді жазған кезде сіз әрине осы әрбір оқушының жаңағы үлгеріміне қарап, оңай, жеңіл түрде есеп жүргізе аласыз. Үшіншіден, оқушыларды сіз әлеуметтік жағынан да, психологиялық жағынан да тануға мүмкіндік аласыз. Енді сізге мүмкін емес қой, бір сабақтан қаншама оқушының, жаңағы 30 оқушы отыр ма, бірден әлеуметтік жағдайын, психологиялық жағдайын біліп кету, қаншама оқушыларға, қаншама сыныпқа мысалы сабақ бересіз деген сияқты бәрі сіздің ойыңызда қалмайды. Сондықтан осындай дәптер сіздер үшін өте тиімді деп ойлаймын. Бұл екі әдіс туралы толығырақ мен чек-лист ретінде сіздерге берем. Чек-лист видеоның астында тұратын болады. Егер менен осындай видеолар күтетін болсаңыздар, онда қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тіркелмесеңіздер, онда маған каналыма тіркеліп қойыңыздар. Істеріңізге береке тіледім. Сау болыңыздар.